Махаббат ертегісі 77 бөлім бүгінгі кадрде қысқаша шолуда Махирдің әжесі өз шындығын мойындайды. Махир балам, Перман, иә, менің ұлым емес. Бірақ мен оны өз омырауыммен өсірдім. Өйткені оның анасы тастап кеткен Перманды. Мен Перманды еш уақытта өз ұлымнан кем қылмай өсірдім. Мен оның анасымын. Анасы туған кезде-ақ бұндай бала керек емес деп көшеде тастап кеткен. Мен оның көшеде өсуіне жол бермедім деп бар шындықты ақтарыла айтады. Перман әлі де шындықты білмейді. Білмегеннен кейін ештеңе сезбей жүр. Себда болса ажыраспаймын, бірақ мен ойланып келемін. Шетелге барамын. Лондонға, соның жағдайы ауыр, сол үшін барамын дейді, алайда жалған айтып тұр. Махирдің анасы болса, Махирдің үйі қандай әдемі, өте керемет күндер кешіп жатыр дейді. Осы кезде көз алдына тағы да Мехмет күйеуі елестейді. Сен уәдеңде тұр, қашан келесің дейді. Қорыққан Сүрия, қазір барамын, кешке барамын, міндетті түрде сенің қасына барамын деп өзінің ажалына асықты. Мен уәдемде тұрамын, Мехмет деп ауып қалды. Ал мұнда Сара және әжесі Жанпизаның үйінде, тіпті Жанпизаның енесі де келген. Екі кемпір бір-біріне қарама-қарсы отыр. Мен бәрібір сенің келініңді ұлыма әйел етпеймін дейді. Бұл да бермеймін, ол тойды тоқтатамын деп айтып қояды Апет ханым. Ал екеуі осында сөйлесіп жатыр. Махир бірақ жүрегі біртүрлі болып, мен анамды ойлап жатырмын, анам туралы көңіліме жақпай тұр дейді. Барлығы жақсы болады, ұйықтайық деп ұйықтап қалады. Барлығынан қашып кеткен Сүрия Мехмет күйеуінің көріне келе жатыр. Өйткені сол жерде өлгісі келеді. Солай барлық әшекейлерін, қымбат әшекейлерін тағып сөйлеп келе жатыр. Ал бұл екі ұры оған күлкі етіп, мазақтап, қазір бір ыңғайлы жер тапсақ, мойнындағы алтындарын шешіп аламыз, бәрібір де өлгісі келе жатқан адам ғой деп екеуі мәз болып келе жатыр. Қожат болса не істерін білмей ойланып отыр. Өйткені оған 20 жыл бұрынғы ұлы келеді, яғни Озан деген ұлы. Сол туралы ойланып отырады. Себдаға ешқандай айтпайды. Жанпиза мен Махир төсекте бір-бірлерін сөйлесіп жатыр. Біздің туыстарымыз қашан бізді өз еркімізге қояды, бізді қашан мазаламайды екен, қашан біздер жалғыз бірге қаламыз деп. Ал мұнда Сүрияға шабуыл жасаған әлгі екі алаяқ ізінен қуып жүріп, ақыры дегенде Сүрияны талдырып ұрып кетеді және содан кейін құлағындағы, мойнындағы барлық әшекейлерін алып кетеді. Жанпизадан қайта сұрап, анам ертең үйге келемін деп, атамның дертіне соғамын дейді. Осы кезде төсектен хат тауып жалады. Әрине ол хат анасынан еді. Махир, Жанпиза, мен сендерді жақсы көремін, мен әкеңе баратырмын, қош болыңдар, мен қайтыс болған кезде жыламаңдар деген секілді. Бұл негізі бірнеше рет қашу еді. Қатты қорқып кетеді. Атасына звондаған кезде ешқандай үйде Сүрия жоқ. Ол кеше сендерден кетті дейді. Ал ана Махир, ол сіздің үйге кетті дейді. Осылайша бір-бірінен телефон соғып, Махир анасының жоқ екенін біліп қатты қорқып кетеді. Ал мұнда тойға әлі де дайындалып жатыр. Ұлына жаман көзбен қарап отыр. Кәне анашым, галстугым әдемі тұр ма деп Куршат қуанып жүр. Осы кезде Жанпиза келеді. Махирдің анасы жоғалып кеткен. Махир соған кетті, қатты көңілсіз болып тұрмын дейді. Ал мұнда қалыңдық, яғни Гүлзар мен Сара осылай келе жатқан кезде Перман оған, жеңеше, мен саған бір сыйлығым бар. Қайдасың, мен саған барайын деп едім. Тек Куршаттың үйінде емес дейді. Осы күлді Гүлзар, иә, мен мынанда тұрмын, осында кел дейді. Мекен жайын жібереді. Ал содан кейін Мехмет да қатты анасын ойымдаған. Махир жылап отыр. Өйткені ал Гүлзар машина келген кезде оның ішінде Апет мырзаны көреді. Апет мырза күштеп, Апет ханым күштеп көлікке салып алып, Гүлзарды алып қашады. Саған некеңе жол бермеймін дейді. Махир осы анасын әлі де ойымдап келеді. Сара қаншама рет звондаса да Гүлзар телефон алмайды. Сосын Куршат шығады, ол қайда, менің қалыңдығым қайда кетті деп айқайлайды. Содан кейін есік қағылады. Есік қағылған кезде бір жігіт бейтаныс. Бұл кім дейді. Куршатта келдім дейді. Куршаттың не үшін келдің дегенде, мен Куршаттың ұлымын дейді. Жанпиза шошып кетеді, тіпті таң қалады. Өзінің ағасы барын да білмейді. Жалғасы бар.